Таразы жұлдыз белгісінде туған жандар үшін болжам жасаймын қазір. Таразы. Наурыз айы қандай болады екен? Жалпы наурыз айының энергиясы. Таразы. Бір құпия ақпарат болуы мүмкін. Не болмаса сізден жасырын ақпарат, немесе сіз өзіңіздің жоспарларыңызды, өзіңіздің ойларыңызды керісінше біреуден жасырып жүрген шығарсыздар. Содан кейін түрлі, мысал үшін, сіз ойламаған жерден бір шындық ашылып қалуы мүмкін. Содан кейін бір сіз өмірімде сенбеймін осындайға болатынына деген ситуациялар болуы мүмкін. Ну, получается, бір кішкене құпиялы бір сондай ситуацияларға тап болуыңыз мүмкін. Тайна. Иә, бір жасырын ақпарат. Иә, өмірі сенбеймін, бірақ болып қалды. Не болмаса ойламаған жерден бір күшті жаңалық болуы мүмкін. Иә, бір фантастический болады ғой. Ары кеттік. Қандай мәселелер, иә? Қандай мәселелер туындауы мүмкін наурыз айында? Өкінішке орай, иә, 8 мечей. Демек, кішкене қол аяғыңыз байлаулы, сізден, мысал үшін, сіздің ерігіңізде емес бір ситуация болуы мүмкін. Сондай ситуацияға тап болуыңыз мүмкін, иә? Мысал үшін, бір ситуацияны шешейін десеңіз, мысал үшін, жолын таппай тұрсыз. Не болмаса бір ситуацияны шешейін десеңіз, сіздің қолыңызда тұрған жоқ ситуация деген сияқты. Бірақ уақыт өте, әрине, кез келген ситуациялар шешіледі, иә? Ары кеттік. Жалпы әрекеттер. Қандай әрекетте боласыз? Масштаб, өсу, даму. Бизнес егер болсаңыз, бизнесіңізді дамыту жайлы. Жұмыс жасап жүрсеңіз, онда жұмысыңызда ары қарай даму, өсу жайлы ойлар сізде туындайды, және де әрекетті болады. Мысалы үшін, сіз керісінше жұмыс жасамай жұмыс іздеп жүрсеңіз, онда демек сіз перспективасы бар, дамуы бар жұмысты көздейсіз. Егер сіз тұрмыс құру мәселесі болса, онда сіз біреумен кездесіп жүрсеңіз, иә, мысалы үшін, онда ары қарай не істейміз? Отбасы боламыз ба? Қандай перспективалар бар деген ойлар туындайды. Егер мысал үшін уже отбасыңыз бар болса, онда отбасыңызбен бірге ары қарай бір даму стратегиясын ойлауыңыз мүмкін. Қарым қатынасыңызда бір кішкене андай бір кезең болады ғой, қиын кезең болса, онда қиын кезеңнің бітуі, ары қарай дамуы деген сияқты. Жақсы карта, жалпы әрекеттер бойынша. Ары қарай кеттік. Ақша, финансы, бәрі жақсы көретін, иә? Таразылар, финансы жағынан наурыз айы қандай болады екен? Таразылар. Так, 8 пентакль. Демек, енді ақша болу үшін бұл сіздерге ақша наурыз айында